күн батып қала тынышталғанда біз де көзімізді жұмамыз. Бірақ сол сәттен бастап ағзамыз бен миымыз таңғаларлық жұмысқа кіріседі. Ұйқы бұл демалыс емес. Бұл ағза мен жанның қалпына келу уақыты. Ұйқы кезінде ми тазаланады. Токсиндер мен улы заттардан арылып, өзін-өзі тазарту процесі жүреді. Бұл лимфатикалық жүйе деп аталады. Бұл жүйе ұйқы кезінде толықтай жұмыс істейді. Ұйқы бірнеше кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде дене босаңсып, ми баяулайды. Кейін терең ұйқы фазасы басталады. Бұл кезде дене жасушалары қалпына келеді. Ал енді ең қызық кезең ол REM фазасы. Бұл кезеңде біз түс көреміз. Ми белсенді жұмыс істей бастайды. Көзіміз теріміздің астына жылдам қозғалып тұрады. Сол себепті бұны жылдам көз қимыл фазасы деп те атайды. Түс көру миымыздың ішкі театры. Кейбір армандар біз түсінбейтін символдармен келсе, кейбірі күндізгі уайымыздың бейнесі. Ми күн ішінде алған ақпараттарды сұрыптап, қажеттісін өшіріп, маңыздысын есте қалдырады. Бұл психикалық өңдеу кезеңі. Терең ұйқыда денеде белсенді жұмыс істейді. Өсу гормоны бөлінеді. Бұл бұлшықеттерді қалпына келтіру. Тері жасушалары жаңарады. Жүрек соғысы баяулайды, қан қысымы төмендейді. Дене температурасы сәл түсіп энергия үнемделеді. Бұл жүрек және қан тамырлар жүйесінің демалуының уақыты. Ұйқы кезінде жүйке жүйесі де тынышталады. Стресс азаяды, эмоция тұрақтан көңіл күйіміз жақсарады. Келесі күнге дайындығымыз осы сәтте қалыптасады. Ұйқы тек көзді жұму емес. Бұл ми мен дененің терең жұмыс кезеңі. Сондықтан ұйқыға тазалықпен жайлы жағдайда жату өте маңызды. Ұйқыңызды қадірлеңіз. Ол сіздің ішкі әлеміңіздің сипаты. Тыныш ұйқы бақытты өмірдің іргетасы.